7-16, 1-1. Сен грек-рим күресімен айналыстың, не? Жоқ. Көтеріп атыр, вот, бақ, вот здесь, вот. Түсірілім алаңы қандай болатынын көрсетемін. Не болды, жақсы. Бапкер өз оқушысын дайындап жатыр. Не істеп жүрсің? Кімге сеніп жүрсің? Только вот эта зона у тебя действует. Сіз постановщиксіз ба? Құрметті көрермендер. Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум қазақша түсінетіндер. Бұл күнделік. Бүгін мен сіздерге түсірілім алаңы қандай болатынын көрсетемін. Салим Social Media компаниясының жаңа сериалының түсірілімі басталды. Бүгін қазір мен алғашқы түсірілім күніне бара жатырмын. Бүгінгі шығарылымда мен сіздерге экранның ар жағында, яғни закулисье дейді ғой, не болатынын көрсетемін. Сонымен мен түсірілім алаңына келдім. Біз бүгін және алдағы 3 күнде бір локацияда түсіреміз. Ол жер үй. Жалпы бұл сериал келесі жылы жазда немесе көктемде шығады. Түсірілімі қазір болып жатыр. Бізде 22 түсірілім күні болады. Сол бірден локацияға кіріп мен сіздерге көрсеткім келіп тұр. Бізде бас кейіпкер Рауан. Тағы да ассалаумағалейкум. Бас кейіпкердің досы. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, Рауан? Шүкір, жақсы бәрі. Так, сен күреспен айналысатын жігіт ойнайсың? Иә. Дәл қазір тренировкадан келе жатсың ба или барасың ба? Жоқ, бүгін бармаймын, ертең баратжам. Бүгін, потому что мен күнімен осы жерде. Если ертерек болса жатсам, егер де мен барамын. Ал қолымда питание ма? Бұл питание. Біз күнде питание келеді, күнде мен ПП-да отырып, басқа тамақ ештеңе жемеймін. Ешқандай су ішпеймін, тек қана осы. Так, сен тренировкаға барып жүрген неше күн болды? Бір апта? Бір апта? Қанша лақтырдың? Так, 81-ден 70-69-ға дейін тастадым, 11-10 кило тастадым. Бір аптада? Жоқ, бір аптада емес, бір айдың ішінде. Бір аптада тренировка мен питание кезінде? 5 килода тастадым. Сен негізі айналыстың, не? Күреспен? 2-ші класстан 5-ші классқа дейін айналысқам. Ну, шиго болған кезде, ұмытып кеттік қой. Барғаннан кейін мынау қалай деп тұрмын. Результат қалай? Мақтап отыр ма тренерің? Тренер мақтап отыр, бірақ адамды қадаған кезде сәл брат деді да, кішкене қиындау болды, адамды қадау. Қорқасың ба? Иә, қорқып тұрмын кішкене. Осы сентябрьдің басынан түсіреді деп жатыр. Соған дейін үйрену керек қой, соған дейін бару керек. Ал сәттілік? 3 тренировка берсе, смело қараймын. 3 күн? Иә. Сен әлі прогибті үйренген жоқсың ба? Прогибті манекенмен әдемі қадап жатырмын да. Мынау адаммен? Адаммен бір рет, басына 1-2 рет әдемі қадам. 1-2 рет әдемі қадам да, адамды. Потом бір рет құлатып алдым, құлатып алғанда еш жібермей, и содан кейін қорқып қалдым үшін. Құлатым қолым да. И сол нәрсені жеңіп, арға смело. Дәл қазір біз бірінші күннің ең алғашқы сахнасын түсіреміз. Бұл бірақ та сериалдың ең басы емес. Сериалда түсірілетін бүкіл үйдегі сахналар осы жерде түсіріледі. Рама. Дәл қазір тарелкаға қол қойып кетіп жатыр. Әр команданың командадағы әр адам түсірілім командасына қолын қояды. Қазір басты кейіпкер Нұркен ағамыз. Дәл ортасын таңдаңыз. Саня, атқарушы продюсер. Андрей локейшн. Чо, қалай? Жобаны сценарийін жазбасам деп жарты жылдан асты. Дайындық ұзақ болды деп айтуға болады. Режиссерді бірақ та біз тез таптық. Ең тез табылған ол режиссер болды. Берік, сәттілік саған группаға
актерларға енді барлығы дұрыс болсын, ауырмай сырқамай, ешқай жерде ауыртпай, себебі енді спортивный драма болғаннан өткенде бір дайындықта көріп сәл апасын. Бәрі дұрыс болсын, бәрі жақсы болсын, көңілді түсірілім болсын. Барлықтарыңызға сәттілік. Тарелканы режиссер Лерікке беремін. Мы все топили за кино. Все, давайте. Жарық қойып жатыр. Күн түсіп тұрман сәулем. Үстіге көтеріп жатыр. Типа күн түсіп тұрған сияқты. Несі күн түсіп тұрған жоқ. Далада күн жоқ. Келесі связка ертең күн шығып кетеді. Иә. Ана жерде прибор тұр. Ане көрініп тұрса. Все на исходную репетиция. Лишний уходим, освобождаем площадку. Начинаем репетицию, звук есть. Міне. Лишний уходим, с коридора тоже. Ребята, давайте, по комнате. Камера ауыр көтергенге, сондықтан да міне мынандай сумка қойып алған. Затем, танец своя. Приготовились, репетиция, тишина. И начали. Бүгін түсірілімнің 4-ші күні. Бірінші күннің түсірілімі таки аяқтай алмай қойдым. Себебі қиын күн болып кетті. В целом, жалпы барлықтың қиын болып жатыр. Бүгін 4-ші күн. Осы үйдегі локацияның соңғы түсірілім күні. Бүгін біз түнгі сахналар түсіреміз. Сондықтан да үйдің терезелері жабық. Міне былай. Терезелердің бәрі жабық, көріп тұрсаңыздар. Қазір примерно үйдің ішін көрсем. Бұл Қайсар, қоюшы оператор. Үйдің ішін қараңғы түңғылдырып тастаған. Түнгі атмосфера. Мына жерде ғана, мына бөлмеде біз кейінірек түсіреміз. Сондықтан мына терезе ашық, ал былай қараңғылап тастаған. Бүгін біз сериалдағы 2 маңызды сахнаны түсіреміз. Жалпы сериал, 60 килограмм сериалы әкесі мен ұлының қарым-қатынасы туралы. Жалпы спорт драма дейді, бірақ та сериал не туралы негізі. Әкесі мен ұлының қарым-қатынасы туралы. Ал басты рөлдегі мысалы бізде Раван мен Нұркен аға қазір осы сахнаны дайындап отыр. Репетиция ең ключевой. Қайдағы жас мысалы ертең отына көрсеңіз алсың. Не істейсің? Димаш негізі. Қайдағы шай? Адегенше шай өтіп кетеді. Қашанда айтасың сен? Не істеп жүрсің сен? Кімге сенесің? Жоқ абда бір жер тіреп тұрған көкің бар ма? Енді оқы болды. Грантқа түсе алмасаң оқуыңды кім төлейді? Мен ба төлейді? Мен төлей алмаймын. Жүресің охранник болып бір жерде. Понятно. Все хорошо, қазір айтамын. Түсірілімге келген кезде мне осындай вызывной беріледі. Мен мысалы 17 тамыз күні не түсірілетіні барлығы жазылады. Міне қай сахналар, 1-9 дейтін. 1 серия 9 сахна, 2 серия 7 сахна, Дидар, Марат персонаждары бүгін керек персонаждар жазылады. Одан кейін жерде игровой транспорт. Егер транспорт керек болса мне Camry 25, машина Марата дейді, бұл Volkswagen. Одан кейін реквизиттер жазылады бөлек. Рюкзак Марата, вещи для сжигания, костер, объекттер мне аптека, аллея, улица, перекресток, спортзал. Так, одан кейін мынаны выборка дейді. Мынаны выборка дейді, яғни мысалы сценарист маған беріледі. Бұл площадкадағы әр департаменттің басшыларына беріледі примерно. Бүгін не түсіріледі мысалы? 1 серия 9 сахна,
возле школы, Дидар бежит по улице дейді. Сценарийдің мына жерлері описаниеде дейді, орысша жазылады. Диалогтар қазақша, себебі группада орыс адамдар бар, қазақша түсінбейтін, солар үшін міне Марат сидит в машине, звучит телефонный звонок, поднимает трубку. Міне бүгін осыны түсіреміз, мынаны түсіріп алдық už біз бағана. Мен сіз түсірдім, бұл жерде диалог жоқ. Мына жерде диалог 2:7, міне осындай выборка. Бүгін түсірілетін сценарий міне осындай қалыңдығы. Так, Әсел, екінші режиссер. Так, көрермендерден сұрақ болады. Екінші режиссердің функциясы қандай, не істейді ол? Планмен жүруді орындайды. План жасалынады, сол съемкада сол планмен группа жүру. Короче, бәріне айғайлайтын сенсің, иә? Иә, командир ететін мен. Егер де так бізде 4-ші күн ене болған жоқ, планнан қалған жоқпыз ғой. Планнан қалған жоқпыз әлі. Планмен келе жатырмыз. Бірақ та бір ене болды ғой, косяк. Бір косяк па? Бір косяк иә болды. Сценарий миллион раз өзгергенде кейін косяк болып бүгінге бір сақтырды. Қандай косяк болды айтып жүрші? Айтпай ақ қойып, бізде бәрі күшті бачап тұр. Идеально болып отыр. Бәрі планмен кетіп жатыр. Мынандай тар көшеде сүргелі жатырмыз. Машиналар жүріп мазаны алды. Не істейміз? Текст педагог істеуші жасайды. Екі-ақ сөз ғой, екі-ақ сөз. Қиын емес вообще. Алло дейді. Әкеңді ұрайын дейді. Болды ғой. Қиын емес қой, по идее. Брат, екі-ақ сөз. Давайте. Не болды, жақсы. Текстіңіз... мен айтып тұрайын ба? Жос? Или Дима? Жоқ. Мен ана... Телефон. По тексту мен айтып тұрайын ба қасыңызда? Айтып тұр. Ыңғайлы бола ма солай? Жоқ, бұлай не қыла берем. Так. И уехали. О, міне. Моторола ма? Әй, реалитет қайдан табғам. Еще істейді анау. Резерве 3. Алло. Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Сен демон 8-ге алады деген. Қатты перегреш. Десик. Бро, мне рядом стоять читать и можно или что? Или лучше он ориентировался беззвучно сам? Типа вот, алло, саляматсыз, он по телефону же разговаривает. Можете ему позвонить. А? Можете с ним по телефону поговорить. Лучше позвонить, но там просто симки нету. Wi-Fi раздать по WhatsApp? Там Моторола, братан, какой WhatsApp? Ну. Не вариант, да, короче, Мы шепотом говорить. можем два варианта сделать. Короче, значит, директор звондайды, сол закадровыйды айту керек болып тұр. Денистан рұқсат сұрап тұрмын. А есть этот капельки типа через этот прослушки, там же можно подавать ему в ухо, а он телефон закроет. Такой еще вариант. Как... AirPods, да? Да. Это как вариант. Давай. Там, типа слушать. Давай. Брат, анда симка тұрған жоқ па? Симка жоқ, я на Моторолада. Я хочу позвонить, чтобы по тексту, по звуку брака не было сразу. Сейчас попробуем. Еще мне номер звондайсың. Жоқ, Жоқ, дауысы түспейді. Мен ақын сыбырлап айта берем. Сәлеметсіз бе деп. Только сюда играешь. Сюда отдельно контроль возьмем. Не надо. Только смотри. Шпыткин где пусть уходит. Мама надо. Только вот эта зона у тебя действует. Мама, он, мама. Сюда мы отдельно возьмем. Давай пока. Давайте группа сделаем поправки и снимаем. Қазіргі түсірілетін сахнаға бізге мынандай от керек. Соны дайындап жатыр художниктар.
Да, да, да. Яс. Наполовину наполнить, чтобы ожидать сам полный. пробуйдан қанша болғанын білесің бе сен? А? 23 болыпсың ғой. Мұғалім хабарласты. Тестілеуден де қашып кетті дейді. А? Мен саған оқыдым. Қанша адам қарап тұр. Кадрда екі адам. Режиссер поправка беріп жатыр репетиция кезінде. Ол мына үйде отыр іште. Давай. Тишина. Можем? И начали. Как дела? Ептеп. Ептеп. Приготовились. И начали. Түнгі сағат неше? Неше уже? Екі емес ол. Почти 3 болып қалды. Әлі түсіретін 3 сахна бар. Дайындық болып жатыр. Қайсар, кадр, сташика, актерларды қояқ точкамен. 6-ға 13 минут бар екен. В общем, где-то 6:30-ға таман бітіреміз ғой. Или, может, 7-ге таман. Как раз автобус жүреді. Автобуспен қайтуға болады. Ребята, группа, давайте уйдем по точкам, актеров поставим. Кипіш. Бәрінің нервісі бітті. Тез түсіріп қайтайық шағайын. Әсер, сен қолында ғой, асықтыршы бәрін. Şimdi уже сырвасını istemiyordu уже ешкім. Рация просто... Самый сложный ночься, таң атып кетпейді, істемейді. Пшшш деп тұрмам ең. Дом ждара бітті ма? Я. Осымен тез атсасақ, осы кадр ғой еще. Ағайын, сцена емес қой, даже Тексті. толыққанды. 7 айлық кадр ғой, брат. Шала ғой, неден. И вот, а тут мамам папа едет, что есть стеклопрозрачный фильм. Выживший. Нам Оскара надо. О, далада не таң атып жатыр, но, кстати, жарық емес қойылған, но кәдімгі таң атып жатыр. Даланыкі. Все на исходную, приготовились. Тишина. Мотор. С утра. Камера.
2, 4, 2, 1. Тишина на площадке. Хайсар можем? Стоп, это сцена снята. Группа, спасибо за смену, смена окончена. И мы сегодня закрыли эту локацию. Құтты болсын. Одан кейін бәрі-біріне спасибо за смену айтады. Спасибо за смену. Спасибо за смену. Спасибо за смену. Түсірілім күні үшін рахмет баршаңызға. Біз үйге бұйырса қайтамыз. Отсыпной бүгін болады бізде. Саня. Спасибо за смену, брат. Спасибо. Спасибо за смену. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий алғанбыз. Егер де болса пікірлеріңіз. Так. Балалардың реакциясын көреміз менің прическама. Қалай? Класс фамилия номер. Алейкум ассалам. Дархан болады? Айберген бар. Қалай? Прическа. Аида, как ты допустил? Балалардың реакциясы. Қалай, лучше ма? Или қалай? Прикольно, по идее. Да, мен де сөйтіп ойлаймын, по идее. Жоқ, андай не емес. Ну, такой өзгерген көрініп, бір жаман жаққа да, жақсы жаққа да емес, просто Дархан өзгерген. Міне мен түрім осындай естіп қазіргі. В общем, менде камерамда, флешкада басын түсіріп, аяқталмай қалған видеолар өте көп. Мүмкін мен осы бүгінгі шығарылымды сондай видеолардың жиынтығын жасап шығара салам. Именно интеллигентно қудың техникалық кеші туралы ол басын түсіремде бір ортасына келген кезде білмеймін, камераны қосуға желание болмай қалады. Сондай бір жалқаулық пайда болды. Мынау сондай видеолардың бірі. Бүгін түсірілімнің 6-шы күні біз спорт залда түсіріп жатырмыз. Күресті. Қазір репетиция. Как ты, брат? Шүкір. Негізі түсірілім кезінде бір ырым бар. Түсірілім кезінде мүлдем шаш алмау керек дейтін ырым бар. Бірақ мен ондай ырымға сенбеймін. И шашымды алып келген кезде сразу неге аласың? Түсірілім кезінде алуға болмайды ғой дейтін әңгімелер болды. Ада қандай ырымдар бар екенін сұрайық. Во время съемок какие еще приметы есть? Допустим, я когда постригся, Нельзя. вот мне сказали, типа, блин, нельзя стричься. Вот. Еще какие приметы есть? Да. Это примета или правило? Надо каждый день. Если кто-то не помылся, тоже тогда проблема бывает. Серьезно? У группы? С коннектом, да? Всех подставишь. Прикольно. Черная кошка нельзя, чтобы дорогу перебегать. Брат, именно съемка кезінде бар ғой. Қандай ырымдар бар, қандай приметалар бар. Мен мысалы шашымды алып келдім ғой. Маған сразу айтты да, съемка кезінде шаш алуға болмайды деп. Мен мысалы ондайға сенбеймін. Қандай ырым бар тағы да? Мен де сенбеймін, вообще я ничего не верю, но көбісі кто-то отращивает, не бреется, усы отращивает, бороду, вот режиссеры в основном так делают. Ага. Они вот проект бастаған кезде, короче, они вообще не бреются. Өскетейді, даже жаман өсе өскетейді, короче. Кто-то, не знаю. Хлопушкаларды кім білемейді? Хлопушка, Пустую. если она оставляет хлопушку, есть такой прикол, кто-то берет и заклеивает хлопушку, чтобы она не могла открыть ее. И хлопушка келген кезде камера, мотор деп жүгіреді, короче, қайда хлопушка, қайда? Хлопушканы алады, и она не открывается, и она не может. Хлопушка өз хлопушкасын тастамау керек. Она не должна свою оставлять, это самое главное на площадке, хлопушка. Одан кейін хлопушкаларда емне бар емес па? Пустую нельзя хлопать дейтін.
сондай естіген жоқпын. Да? Семечки нельзя щелкать. Самое главное. Не? Братан, андай каскадерский бір ырым бар ма площадкада? Бір нәрсе істеуге болмайды, мысалы, режиссерлар қырынбайды, шашын алмайды. Бүкіл съемка ғой. Бізде дым ырым жоқ, братан. Бізде бәрі жырым десең. Жоқ, ырым жоқ. Бізде өзіміздің не бар, тема бар. Исторический съемка кезінде сақал мұртты өсіреміз специально. Шаш алмаймыз, сақал мұрт специально алмаймыз. Это для чего? Чтобы ертең трюк кезінде жабысқан сақал, жабысқан мұрт бізге мешать етпес үшін и кадр кезінде не отклеивались. Шашты, типа, сол үшін ғана. А исторический съемканы қаншалықты заранее айтылады? Бір ай бұрын, 2 ай бұрын айтылады. Если не за полгода. Если запланировано за полгода болатын болса, то конкретно өсіреміз. Чтобы ертең трюк кезінде бұны бәрі түсқап, ертең обратно дубль болмас үшін. Жарты мұрт. Иә, жарты мұртпен тұрмас үшін кадрда. Чтобы была безопасность бір дубльмен или максимум 2 дубль болатын болса аттармен. Чтобы аттарға да было безопасно, и адамдарға было безопасно. Каскадерский дубльдар ары кетсе 2 бола ма негізі? Максимум, потому что, сам трюк, самый опасный болған сайын, дубль азаяды. Атқа да, чтобы зиян тимешін, и адамға да зиян тимешін. Приготовились! Снимай споты! Екінші режиссердің жұмысы осы айғайлау. Еркебұлан, намат. Камераны резко осыны өзгеріп кетесіз. Көңіл күйі жоқ десеш. Көңіл күйі жоқ. Өйткені актерлар қалай до конца отрабатывать етпей жатыр ма? Иә, вообще. Не істейсіз? Ағаш бар ма? Міне. Көрсетіп те беріп жатыр. Өзім істеп беріп жатырмын. Физически де түсіндіріп беріп жатырмын. Қолдарым қалай переберет етіп түсіндіріп беріп жатырмын. Мен не істеймін? Может, қорқатын шығар енді, опасный прием ғой, прогиб дейтін. Опасно просто жить в этом мире. Нет ничего такого опасного. Адам істегенде адам істейді, брат. Мы ничего не придумаем. Айфон новый ойлап тап деп жатқан жоқ па. Просто сделай то, что тебе показали. Все. Негізі қиын емес па? Қиын емес. Вообще қиын емес. Еще неше күн тренировка жасады бұл, иә? 10-15 күн тренировка істеген адам. Да. Мен беріп браттан екем жеріне запойға кетейін деп отырмыз. Дәке, екем жеріне запойға кетейін деп отырмыз. Не деймін мен? Да, өте сложно. Ертең вообще төбелесіп уайымдап отырмын. Братан, сіз сияқты шашым ағармаса болды. Шын айтам, шын айтам. Бұл біздің түсірілімге алған коттеджіміз. Саня, мына коттедждің күні қанша тұрады? Бір күн. Бір күн қанша тұрады? 300 мың? Ойлаңдаршы, ё-моё, съемкаға бір күнге коттедж 100 мың тұрады. Офигеть. Далада түсіріп отырмыз. Мына жердегі ең вертяк нәрсе. 2 актер болып тұр. Күннің астында отыр екеуі. Бағанадан бері күйіп отыр. Түк болмағандай. Загар отырсың ба? Все. Я вот так келе бер. Жизнь мимо өте береді. Камера. 7-16-1-1. Тишина на площадке. Дома никто не разговаривает. Можем? Да. И начали. Давай, тез болыңдар. Сендер спортсмен емессіңдер ме? Не болды 2 сағат сол? Не шоқ тұрсың? Балам?
Сен грек-рим күресімен айналыстың, иә? Жоқ. Қайсымен айналыстың? Воникпен. Екеуі ұқсайды. Өйткені бросокторым прям плотный. Бірақ каждый раз лақтырған кезде қорқамын, по идее. Травма алмаса екен, құдай сақтасын. Бергі қорқпайды бірақ. Иә, дубльдардан көрдім мен. Бүйтеді ғой, стоп дейді да. Андай, құдайдан тілеп кетесің ғой. Кадр десінші, или там следующий дубль. Следующая сцена десінші. Или сцена снято. окончена десінші деп ше. Стоп, вроде все нормально. Дубль дейді да, бүйтіп шашын. Бүйтіп келіп жатады ғой саған қарайшы. Давай ты так сделаешь деп ше. Хорошо дейсің ғой. Андай идеальный кезде болды, мынау болды. Бетон. Стоп, бетон деген кезде. Дубль, дейді ғой. Ё-моё, что не так? Что не так? Ночью просыпается. Что не так сделал? Сосын солай, в общем, күшті. Мүмкін спортсмені болғым келмейтін шығар. Сен борец болсаң болды, мен де борец болуым керек па? Шаболсыңды. Тілің зорған екен. Ей, тыңда бері, күшік. Сен маған рахмет айтып көресің, білдің ба? Жұрттың бағасы сен орнында болғандар маңдай, білдің ба? Что көтіңді қыста менің айтқанын істе. Ұқтың ба? Құрғар, көзіме көрінбейді. Так, бізде бүгін түсірілімнің 10-шы күні. Біз сценарий бойынша выпускной түсіріп жатырмыз. Міне, түнгі сахна. Ребята, все по точкам! Әдемі болады деп ойлаймыз. Қазір барлығы билеу керек, бірақ та шайып жатыр. Бәрі шайып жатыр. Мына келген, билеуге келген массовка дұрыс билей алмай жатыр. И Рауан өз қолын алды репетицияны. Шаршап кетті күтіп. Хореограф кетті. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 рет, үшіктен 4 рет санайсыздар. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Потом айналасындар 2 круг. Потом жақындайсыңдар. Поклон, сөйлейсіңдер и айналасыңдар. Тек қана актер емес, хореограф, постановщик болып кетті Рауан. Сіз постановщиксіз ба? Танцев, постановщик танцевсіз ба? Болып кетеміз арасы. Өзі қойған ғой биді. Репетиция, все на исход, приготовить. Мария Касас, казахский вариант. Үйреткен осы ма сонда? Ей, сен, ей. Ой. Түсірілімге осындай керемет көрініске келдік. Үйдің төбесіне. Биік және әдемі және қорқынышты. В общем, мына сценада біз екі геройдың рассвет встречать ететін сценасын түсіру керекпіз, бірақ та бұны закатта түсіріп жатырмыз. Себебі таң сағат 6-та жинау тяжко мына жерде. Осындай вид болады, короче. Типа выпускнойдан шығып рассветті қарсы алуға келеді. Я здесь. Сейчас заберу. Рауан выпускник бүгін. Влюбленный волк уже не хищник. Так, бүгін түсірілімнің 13-ші күні. Бүгін біз үлкен жарыс түсіреміз. Ең қиын сменалардың бірі болады. Міне мынандай спортзал. Негізі жап-жарық болған мына жер.
Бирок мен эми баарын жаап атыр үлкөн терезелерди. Азыр көрсөтөм силерге кандай картина болот атын. Мынанын баары терезе негизи. И менен андай үстүгө жарык коет, чтоб дәл коверга түсетиндей. Пока осы. Ана жерге свет кою үчүн батыр жүр ғой не. Без страховки. Отморозок. Мынандай биіктік. Так. Міне осылай ғимараттың ішіне дым жібереді. Мен андай аппарат. Сол кезде площадка осындай эпичный болып көріну үшін істейді бұны. Мына жерде судьялар отырады. Бапкер өз оқушысын дайындап жатыр. Қазір бірінші схваткасы 1-8. Ұтатын сияқты деп. Инструкция. Да, типа делаешь передний прогиб. Зайц, ага. А мынау енді пиздец мультик болды. Зайц поднимает. Поставить келеватор, видишь, что он хочет бросить. Инструктор. Ставит и сразу на него падаете. Түсіреміз, я. Ассалам. Засадь сразу, давай. Эй, мынау. Понял, Коперман бәле болды ма? Бам, бам. 15-20 секунд обратно боретесь. Ага. Вот здесь. Инструкция. Бросить. Бам. Эй, как вы бросаете? Типа амплитуду хочет поднять. Амплитуду хочет поднять, вот здесь заворачивать. И вот здесь он ногу подставляет. Бам, хорошо, бам. Кутерват, вот, бам, вот здесь, вот. Все. Хорош, Оскар! Оскар шығарыңдаршы! Актердің звезды час басталды. Все, Асет, что там? Так, репетиция. Пытайся. Давай, до конца. Екі ол бер, не братан? Нет, действие жоқ, тұрғызасың, братан. Синим действие жоқ. Действие жоқ, тұрғызасың, братан. Достар, бүгін бізде соңғы түсірілім күні, 23-ші түсірілім күні. Жалпы біз 28 күн жұмсадық осы жобаға демалыстармен ортасында. Дәл қазір біз соңғы сахнаны түсіреміз. Мен сіздерге сол сәтті көрсеткім келіп тұр. Соңғы сахна түсірілген кезде, егер де бәрі дұрыс болса, эта сцена снята, спасибо за проект дейді. Демек, осы кезде барлық команданы проект үшін құттықтайды, бәріне рахмет айтады. Соны көрсеткім келіп тұр. Соңғы сахна, соңғы түсірілім күні қалай көңіл-күй? Я заеб. Нұркен аға, сізде? Құрметті көрермендер. Шишкан дұрайын, кім? Дида? Дида! Кто хозяин? Қалайсың, Қайсар? Неше килограмм ана камера? 17 килограмм. Так, сенде 23 күн бойы иығында камера болдың. 23 күн нешесі болды? Неше күн ұстадың сен? 23 күннің 22 күн ұстадым. Качка беріп тастадың ба иыққа? Соңғы сцена. Еще мына телефонға түсіріп отыр. Бізге снято дейтін сөз керек болып тұр. Өте срочно. Түкті нормально емес.
ертең біліп қойса сотталамыз. Қойшы. Тетіге. Он не должен деньги им дать? Группа Shell, спасибо за этот проект. Ал, спасибо за проект. Ал, спасибо за проект. Молодцы, все профессионалы. Ал, спасибо за проект, брат. Брат, рахмет за проект. Рахмет за проект. Рахмет за проект. Ернур, брат, рахмет за проект. Так, ал, рахмет за проект. Так, достар, осымен жоба аяқталды. Енді толықтай түсіріп үлгерген жоқпын. Ренжімеңіздер, егер де болашақта осындай контент керексіз. Егер де осындай контент ұнаса, комментарий қалдырыңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, рахмет, сау болыңыздар. Жоба үшін рахмет.